Бейсеналин Сандыбай Қармысұлы 1916 жылы 16 қазанда Қызылорда облысы Арал ауданы Көкарал ауылында дүниеге келген. Кейін 1932 жылы ашаршылық кезінде Ақтөбе облысы Ключевой ауданы Ақкемер ауылына отбасымен қоныс аударған. 1941 жылдың мамыр айында әскер қатарына шақырылған. Ұлы Отан соғысы кезінде атамыз Германия, Ресей, Эстония жеріндегі шайқастарда ерлік көрсеткен. Ең алғашында атам Сталинград шайқасында болған. Кейін Ленинград шайқасына қатысып, қаланы азат ету жолында қайтпас қайсарлығымен жауға қарсы тұрған. Майданның алғашқы кездерінде жаяу әскер құрамында және барлаушылар қатарында болып, талай ұрыстарға бетпе-бет қатысып, ерлік көрсеткен. Кейін 304-ші танкке қарсы артиллериялық полкінде 76 мм пушкасінде артиллерист-наводчик болып, талай жаумен шайқасқан. Осындай қиян кескі ұрыстарда атамыз қолынан аяғынан ауыр жараланған. Соған қарамастан тайынбай, әрі қарай отан үшін от кешкен. 1944 жылғы бір шайқаста атам 7 жауынгердің ішінде аман қалған. Соңғы шайқастарын Эстонияда аяқтаған. Елге 1946 жылдың күз айында оралған. Атамның майдан кезінде ерліктерін мақтанышпен айтуға болады. Ол қайратты, ер жүрек, қайсар мінезді жан болған. Атам Сандыбай Бейсеналин Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерен ерлігі үшін бірнеше мәрте медальдармен наградталған. Майданнан елге оралған соң Ақтөбе облысы қазіргі Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындағы локомотив депосында зейнеткерлік жасына дейін қызмет етті. Аяулы әжеміз Бейсеналин Қадишамен отбасын құрып, 3 ұл, 6 қызды тәрбиелеп өсірді. Бүгінгі таңда өнегелі отбасының ұрпақтары тамырын кеңге жайып, өсіп өнуде. Атамыз кенеттен 1986 жылы 21 ақпанда дүниеден озды. Ұлы Отан соғысының ардагері атамыздың соғыс жылдарындағы құжаттары Ресей Федерациясы Мәскеу облысы Подольск қаласында Қорғаныс министрлігінің орталық архивінде сақталған. Сондай-ақ память народы.ру сайтында атам туралы деректер көрсетілген. Отан үшін аянбай жауға қарсы шығып, өшпес ерлік жасаған атамыздың есімі кейінгі ұрпақтар есінде мәңгі сақталмақ. Ер есімі ел есінде. Бейбіт заман сыйлаған батырларға мәңгілік тағзым. Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Мен батырдың шөбересімін, Сандыбай Айзере Нұрланқызы. Жеңістің туы жылтылдап, жығылмай мәңгі тұрады. Сол тумен өскен аршындап, ерлердің біз ұланы.